ТикТокта өзінің историясымен бөлісіп, әлемді дүр сілкіндірген Наташа Қаламбетова жөнінде айтқым келіп отыр. Енді ол кісінің интервьюін бастан аяқ қарап шықтым. Жыламай қарау мүмкін емес. Балалық шағы сондай бір мейірімсіз, жылулықсыз өткен екен. Енді бастан өткерген оқиғасы да өте сондай өмірі қиын болған. Енді Натиға бұрыннан негізі өзім подписанымын, Оралдың қызы. Енді сол ТикТокта ол өзінің сол туған күнім деген видеосынан оның дата рождениесін алдым. Матрицасын қарадым, прогнозын қараған болатым. Матрицасында бір-бірлігі бар, характері бір-бірлік. Бұл дегеніміз родовой кармамен дүниеге келген. Те, у кого бір-бірлік, екі бірлік, родовой кармамен дүниеге келген адамдардың өмірі кішкене бір андай қиындау болады. Енді оның бір жақсысы, матрицасында 2 жетісі бар, 2 жеті удача, везениеге жауап береді. И ол сол жұмысқа тұрғаннан кейін өмірі жақсы жаққа өзгеріп, өзін өзі қалыптастырып, өзін өзі жасаған адам. Оған сол 2 жетісі көмектесіп тұр. Енді ол әкесі жағынан келген карма, әкесінің ата-бабасының бір сондай бір сабағын өтеу үшін келген. Енді матрицасында 3 төрттігі бар, сондай төрті көп адамдардың сондай денсаулығы мықты болады, денсаулығы мықты, сырт келбеті әдемі, өзіңіз көрсіздер ғой, сондай пішіні әдемі, түрі де әдемі. Интервьюында өзінің сол бір андай қолөнерге, бір дизайнер сондайға өзінің бейім екенін айтқан болатын. Енді матрицасын қарап отырсақ, тоже бір алтылығы бар екен, тоже қолмен жасайтын жұмыстарға адамның дүниеге келгеннен бастап бейімділігін көрсетеді. Енді Натида ондай қабілеті бар. Енді чувство долга бос, ответственность жоқ. Ол сол себепті енді отбасын, енді басынан өткерген жағдайлар еще 8-і жоқтан ба мүмкін отбасын құруға деген асықпайды. И сонымен қатар оның қосымша кодировкалары бар. Қосымша кодировкаларында 325 және 246 деген сандар. Енді 325 ол мықты, сондай адамға мейірімді, қамқорлық көрсететін, еркіндікті қалайтын, шытырман оқиғаларды жақсы көретін адамдар. Енді бұл 325 деген бірінші кодировка, ол адамның 40 жасына дейін әсер етеді. Осы Натидің туған күні бойынша барлық өткен өмірінің прогнозын барлығын қарап шықтым. И өмір коды оның именно сол 17 жасында болған ғой, енді жағымсыз оқиға. 17 жасы сол именно нулевой периодқа келіп тұр. Енді нулевой период сондай адамның өмірінде сондай бір кармалық сабақтардан өтетін уақыты, тем более ол родовой кармамен дүниеге келген. Именно 17 жасына келіп тұр, и сол оқиға именно 17 жасында орын алып тұр. Енді бұл кезеңнен адам жақсы шығу үшін адамдардың қолдауы өте маңызды. Нөлдік кезең бұл адамның өміріндегі сондай бір ауыр кезеңдердің бірі. Тем более сол кезде оның энергиясы төмендеп тұр. И прогнозын қарайтын болсам, прогнозында өмірінде судьбоносный событиялар зұлымдықпен көп келген екен. Өткен өмірінде енді ол денсаулығына қатысты бар сондай бір қиын кезеңдерден өтті, операция өтті деді. Енді именно қай жыл екенін білмеймін, бірақ енді сол денсаулығына қауіп төнетін тоже жылдар көрсетіп тұр өткен өмірінде. Енді осы жылғы прогнозын қарап отырсам, ода осы жылы, биылғы жыл 49 жасы, енді мүшел жасы ғой. 49 жасы энергиясы төмендеп тұр, бұл 9-шы циклмен келіп тұр. 9-шы цикл бұл қорытынды аяқтаушы жыл. Яғни өткен өміріндегі барлық жағымсыз оқиғаларды қорытындылап, нүктесін қойып, бұл әдемілеп нүктесін қоятын сондай уақыты. И сәйкесінше Нати сол дұрыс жасап жатыр. Биылғы жылғы прогнозы 0-мен келіп тұр, енді нейтральный период. Енді бұл уақытта да бір денсаулығына қатысты бір жайсыздықтар болуы мүмкін. Өмірінде бір андай ұсақ-түйек сырқаттар болуы мүмкін. Сонымен қатар безуспешный год спад внутреннего психологиялық жағдайының төмендеуі деп тұр. Енді бұл адамның әрекет етуіне байланысты. Енді сәйкесінше оның өмірінде қазір енді судебный процесс жүріп жатыр. Сәйкесінше енді психология көңіл күйі тоже жақсы емес.
еще энергиясы төмендеп тұр, еще 9-шы циклмен келіп тұр. Енді келесі жылда да ода сол сот процестері келесі жылға дейін созылуы мүмкін. Жалпы сол көңіл күйдің төмендеуі мындай алдағы прогноздары сондай көрсетіп тұр. 4 ұлдан кейін дүниеге келген жалғыз қыз Нати. Әкесі 7 жасында қайтыс болған. Сәйкесінше кішкентай кезінен бастап анасының жылулығын, мейірімін көрмеген. Анасы бір мейірімін беріп құшақтамаған. Ағалары бола тұра ағаларынан ешқандай қамқорлық қолдау көрмеген. Сәйкесінше өмірі сондай қиын болған. Енді осы орайда айтайын дегенім ата-аналарға: 18 жасқа дейін бала ата-ананың кармасымен өмір сүреді. Ата-ана қалай бағыт-бағдар береді, баланың өмірі солай қалыптасады. Баланы дүниеге әкелдіңіз бе, ұл болсын, қыз болсын, жауапкершілікті қолыңызға алыңыз. Балаға дұрыс бағыт-бағдар беріңіз. Ол 18-ге толғаннан кейін етакта бала ата-ананың кармасынан шығады. Алдағы жылдар енді Натида энергиясы жоғарылап тұр. Енді сәйкесінше осы сот процесін ол жақсы алып шығады, жақсы шығады деп ойлаймын. Енді жеңіп шығуына тілектеспін. Оны қорлаған адамдар жазасын алу керек, міндетті түрде. Қызымен қауышып, болашақта тату-тәтті өмір сүруіне тілектеспін.